Нұрдың бастауы. Әу баста мекенсіз, мысалсыз, барлығымен бірлігіне ой жетпейтін Тәңірі Тағала Бисмиллахи-рахмани-рахим деді. Ол сөз сол заматта бір тамшы нұрға айналды. Жарық нұр жарқырап шыққан бойда жаратқанға құйқылжытып зікір айтып, қараңғы кеңістікке сәуле шаша бастады. Ұлық Алла ерекше махаббатпен ол нұрға Мұхаммед деп есім берді. Оның есімі Алланы өте көп ұлықтаушы деген мағынаны білдіретін. Осылайша ең бірінші Мұхаммедтің нұры пайда болды. Нұр Құдайдың құдіретімен тауыз құсының бейнесіне енді. Тәңірі Алла Тағала: «Ей менің аяулы нұрым, сен менің мейірім махаббатымнан жаралдың, сондықтан да мәңгі бақи мейірім шапағаттың сөнбес жарығына айналасың» деді. Осыдан соң нұрдың шұғыласынан ақылды жаратты да: «Ей ақыл, сен менің құлдарыма берген ең ұлы нығметім боласың. Менің шексіз жомарттығымның айнасы, дәлелі сенсің. Себебі құлдарым дүниенің жасырын сырларын сенің нұрыңмен таниды. Сенің себебіңнен мен әлемге рақым нұрын жіберемін. Сенің тынысың рухани ілім болмақ. Көзіңе ұятты ұялатамын, тіліңе ақиқатты дарытамын, құлағыңа хикметті сіңдіремін, жүрегіңе шапағатты қондырамын, ерік қалауыңа рақымды қосақтатамын. Басыңа парасатты қойдым, өзіңе сабырды серік еттім. Ендеше есіңде болсын, сабырсыз құлға сау ақыл нәсіп болмайды» деді. Сосын Мұхаммедтің нұрының бір ұшқынынан сабырды жаратты да ақылмен қауыштырды. Сабырда жаралған сәттен бастап Раббысына мақтау мен мадақ айтып, тілін калимаға келтірді. Құдай Тағала екеуіне махаббат назарын төгіп, «Мен енді екеуіңе иман мен таухидты нәсіп еттім. Құлдарым менің бірлігімді екеуің арқылы таниды. Ақылды ерден иман қашып құтылмайды, сабырсыз ерге иман тоқтамайды» деді. Сол кезде ақылдың көңілі тасып, Алланың ең кемел жаратқан сүйіктісі мен екенмін деп ойлады. Тәңірі Тағала: «Ей ақыл, көңілің тасымасын, сен алдымен төбеңе назар сал» деді. Ақыл жоғары қарап еді, толған айдай жайнап тұрған асыл нұрды көрді. Ол жарыққа қарап: «Сен кімсің?» деді тамсанып. Нұр: «Ей ақыл, сен менің шұғыламсың. Тәңірім сені өзіңнің құлдарыңа менен нығмет етіп жаратты. Сенің мәртебең менімен ғана өседі» деді. Сонда ақыл: «Сенің атың кім?» деді. «Менің атым Мұхаммед. Жаббар Хақ мені өзінің мейірім махаббатынан жаратты. Енді күллі әлем менің нұрымнан өсіп өніп жан жаққа таралмақшы» деді.